агенттігі Бақытжан Қонысбайұлы, сұрағыңыз бар ма? Мархабат. Ассаламалейкум, Ереке. Алейкум. Сонау Шымкенттен келіп тұрмыз енді. Ереке, мынандай сұрақ бар еді бізде. Біз жаңа бұқаралық ақпарат құралымызға Шығыс Қазақстан облысының Самар ауданы Бастауыш ауылы Алпысбай шаруа қожалығының Қанат Ержан деген азамат шыққан болатын. Біз соны репортаж түсірдік. Бұл кісі өзі сонау кәсіпкер ретінде келіп, кәсібін құрған екен ауылда. Айтады, бүкіл құжаттарым бәрі дайын, тек әкімет қол қойып қалған, бірақ 3 жылдай болып жүгіріп жүргеніме жаңа тоқ өткізіп беремін деген еді, 42 миллионға өткізбей жатыр дейді. Амал жоқ, тоқ жоқ болғандықтан бүкіл сүтімді жазда дейді, кейде сақтай алмағандықтан итке ішкізіп жатырмын дейді. Сондай жан түршігерлік жағдайлар бар екен. Ал жаңағы жайылым жерге келсек дейді, ауылымызда, ауданымызда, енді репортажда да айтқаны бар өзінің видеода. Оның бәрін жаңа ішкі саясатқа сізге бердім. Ол айтады, ауылда дейді депутаттар ғана бүкіл жерлерді алып қойып жатыр, сондай бір әділетсіздік болып жатыр деп сізге дауысын жеткізе алмай жатқан екен. Екінші сұрақ бойынша тексерем, қарастырам. Жалпы деймді нақты жауап береміз. Керек болса өзін шақырам келесі аптада. Және мына бірінші сұрақ бойынша әрине бұл дұрыс емес. Электроқуат мәселесі өз бақылауыма алдым. Биыл деймді мемлекеттік сату мәселелеріне байланысты уақытысында өткізе алмады. Уақытысында өткізе алмағандықтан соған кінәлі азаматтарға сөгісті мен әйтеуір деймді тәртіптік жауапкершілікке мен оларды тартам. Биыл 154 мыңға теңге соған бөлінген, сол ақшаны игере алмай қалды. Өзі бақылауыма алдым. Келесі жылға біз өте бұл сұрақты кеңейтіп деймді, жобалық сметалық құжаттаманы дайындап, бұған кішкене көбірек ақша қосып, бөліп, бүкіл жағдайды сол жақта түзелейміз. Соған өзім уәде беріп отырмын. Мына келе жатқан осы аптада деймді, Самар ауданына жаңадан әкім сайланады, сол әкімге тиісті тапсырманы беремін. Рахмет. Ол кісі айтып жатқан еді, Самарда үнемі аудан жыл сайын бір әкім сайланады дейді, сол рас па? Жоқ, ол рас емес. Самар ауданы өзіңіз көріп отырсыз. Самар ауданы 2019 жыл құрылған ғой. 19 жыл құрылған. Мен білгенше, мен уақытында жұмыс істеген Нұрлан Мұхтархан ұлы, ол кісі өз отбасылық сұрақтарға байланысты арызын жазып жұмыстан босатыңыз деді. Сол мәселелерге. Екінші сұрағын өтсем бола ма? Енді қазір мынау заңға сәйкес, бағанадан бері айтып отырмын, бар болған заңға сәйкес болған процедуралардан өтіп, бірнеше адамды мен жергілікті мәслихат мүшелеріне ұсыныс жасаймын, солардан бір әкімді таңдайды, сайлайды. Ереке, екінші сұрағым мынадай еді. Мен жаңа сіздің ақпарыңызды көріп отырмын да, жаңа әкім орынбасарынан да алдым, ішкі саясаттан да алып отырмын. Кейбір сипырлар бір-біріне келмей қалып жатыр, Ереке. Мысалы айтады, жаңа жұмыс орны ашылу дегенде. Өткен жылда мысалы сіз 27 мың жаңа жұмыс орны ашылды дедіңіз ғой. Ал Гостат болса 3400 адам жұмыс істеді дейді. Жаңа жұмыс орны. Осыдан бір ұсыныс бар еді. Бұл сізге айтып жатқан кезде негізі бүкіл Қазақстанға айтып жатырмын ғой, барлық әкімдерге. Осы күнге дейін мен өзімде бірнеше комиссиядамын, Ереке. Жаңағы грант беру комиссиясы бар. Қазақстанда өмірі көлеңкеден жаңа жұмыс шығардық дегенді айтпайды да әкімдер. Бәлкім сол жаңа жұмыстың көбісі көлеңкеден шыққандар шығар. Мысалы грант бердік деп жаңа жұмыс деп тіркеп аласыз, а ол адам уже істеп жатқан еді бұрында да. Бірақ жаңа теневой экономикада еді. Керемет сұрақ. Егер сіз әкімдіктің отырыстарын қарап жүрсеңіз, байқасаңыз, мен ол сұрақты көтергем. Бір күні дейінде осындай баяндаманы жасағанда мен айттым, біздің қызметкерлерге статистика бойынша бәленше жұмыс орындар, сіздер маған баяндамада осылай беріп отырсыңдар. Бұның айырмашылығы қандай? Неге бұл сипаттаманың арасында осындай айырмашылық бар? Бұны жөнге келтіру керек. Бұл санау методикасына байланысты болған шығар. Сондықтан менің айтатын, бүгін мысалы естісеңіз, мен айттым қанша 1000, қанша 300 ба сондай бір жұмыс орны ашылған деп.
Ашылған болғанда ол жұмысқа қатысқан адамдар, мүмкін мынау мен ойлап отырмын, құрылыс мәселесі, мына көпірге қаншама адам жұмыс істеді, ол адамдар келіп жұмыс істеп жұмысын аяқтап кетті де басқа бір жұмысқа кірісті, соның бәрін бірге санай салады да, сол санау бойынша кәдімгідей жұмыс орындары 2-3 есе көбейіп кетеді. Расында бұл адам бір адам мына жерде жұмыс істеді, жұмыс бітті ме, басқасына барып жұмыс істеді, солай жұмыс істеген, солай шығар. Рахмет. Сұрағыңыз дұрыс. Сондықтан сіздің кәсібилігіңізге күмән жоқ. Не, рұқсат берсеңіз, Маржан мырза. Не, Ереке, осы сізбен екеуміз бір мынау уақыт деген нәрсенің темасын жабастырсақ бола ма? Үнемі осы әріптестер қоя береді. Мен негізі 1 сағат болғанды қалаймын да, Ереке. Бірақ көп әкімдерге байқаймын, негізгі сұрақ сіздерге түседі екен, сізге, Абай облысына және Павлодарға. Мысалы, мен өзім есептеп отырамын да, жаңа ғана зам әкіммен есептеп отыр едік. Батыс Қазақстанда қазір күніге уақыт 8, жаңа сіз әдемі айттыңыз ғой, күндіз сіздер күн шығып тұрғанда барып жатсыздар балаларыңызды апарып, кешке қайтып жатсыздар. 1 сағат кешіксе олар қараңғыда барар еді, қараңғыда қайтар еді. Мен соны есептеп отырып айтамын, мына қазір сіздерде 8 сағат болғанмен күндік, бізде Шымкентте мысалы 9 сағат. Ал бірақ жазға келген кезде, жазда Шымкентте 15 сағат күн шықса, сіздерде 16,5 сағат күн шығады, 1,5 сағат. Бұны жаңа бір дискуссиялық алаң болса бізде айтып түсіндіререк, 1,5 сағат сіздерде бізден артық күн шығады. Бірақ сіздер бізден 1000 километр солтүстікке жақынсыз ғой. Міне осыны айтсақ, одан кейін және банкир бұрын банк жүйесінде істегеннен кейін мен жаңа зам әкімге де айтып отырмын. Бұрын 2 сағатқа ауысып тұрғанда біз көп ұтылатын едік. Мысалы айталық, Батыс Қазақстаннан ақшаны аудару үшін Шығыс Қазақстандағы әріптесіме 1 сағат мен ұтылатын. Оларды 1 сағат бұрын банк жұмыс істеп қойды, бізде жабық. Кешке бізде 1 сағат кеш жабылады, сіздерде жабылып қалды. Сонымен 2 сағат жоғалтатынымызда біз өзіміз санап шыққан кезде 12 триллион ақшадан ұтылатын едік. Экономикаға келетін. Осыларды айтып, сіздерде жаңағы лидер общественный болса, неге түсіндіріп беріп, братал аузын жауып тастай салмайды, бәрі шулата бермесе олар. Рахмет, қабылдаймын айтқан сөзіңізді. Бұл сұрақты тиісті тапсырманы берем. Ермұр Бураханмен кездесіп, сол кісімен бірге отырып, одан кейін өзім сізбен кездесіп. Рахмет. Айтпақшы, Нью-Йоркта сіздермен бірдей уақыт шығып, бірдей күн батады екен. Рахмет. Ол Нью-Йоркта ғана емес. Рахмет, Бақытжан. Ана күні кім Будапешттен бір тілші көрсетті ғой, сағат қаншада, сағат 3:30 ма, 3-те ме солай кеш батты деп. Перизат Зайырбек.